Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз сіздермен музей сабағында пейзаж жанры туралы сөз қозғайтын боламыз. Жалпы бүгінгі сабағымызда пейзаж деген не, оның қандай түрлері бар, қандай техникада орындалады, сол туралы сіздерге әңгімелеп беретін боламын. Қазіргі кезде пейзаж жанры бейнелеу өнерінде өте жақсы дамыған жанрлардың бірі болып табылады. Табиғат көрінісін бейнелеудегі негізгі мақсат кеңістіктегі сұлулықты, табиғатты көзбен көріп, көңілмен қабылдап, оның әдемі көріністерін көрерменге беру болып табылады. Пейзаж француз сөзі. Бұл ландшафтты, табиғатты бейнелеу болып табылады. Пейзаж өнері әр алуан. Кез келген пейзаждың басты элементтері ол, өздеріңіз білетіндей, жер, су, аспан, ағаштар болып табылады. Пейзаждың түрлері өте көп. Солардың әрқайсысына Қарағанды облыстық бейнелеу өнер музейінің қорында сақталған картиналар арқылы таныстырып өтейін. Бірінші, табиғат бейнеленген пейзаж. Мұнда жылдың әр мезгілі бейнеленген ландшафты пейзаж көрініс табады. Мысал ретінде сіздердің назарларыңызды біздің облысымыз орналасқан жер Сарыарқаны қарағандылық суретші Мыңғыш Мәуленұлының Сарыарқа атты шығармасына аударғым келеді. Суретшінің көк түсті реңдері мен сары түстерден тұратын табиғат пейзажына қарап, неге бұл жер Сарыарқа деп аталатынын түсінуге болады. Себебі бұл картинаға қарап, бұл жерден біз биік тауларды көрмейміз, керісінше сары жазық даланы көреміз. Келесі ауыл пейзажы. Ауылдық жер бейнеленеді. Мұндай туындылардан суретшінің туған өлкесіне деген махаббатын, табиғат пен адамзаттың байланысын көрсетіп, қарапайым әрі шынайы ауыл өмірмен ұштастыра береді. Қарағандылық суретші Бейбіт Мұстафиннің қонақтарды қарсы алу деп аталатын жұмысы көбінесе сары түсті бояуды пайдалану арқылы жылдың күз мезгілі әрі тыныш ауыл өмірін тамаша бере білген екен. Қала пейзажы. Адамдар мен көліктерге толы көп қабатты ғимаратты қала көшелерінің көрінісі беріледі. Назарларыңызда Сергей Данилович Щеголихиннің қысқы Қарағанды деп аталатын шығармасынан қаламыздағы әдемі әрі ескі ғимараттардың бірі Кеншілер мәдениет сарайының қысқы көрінісін көреміз. Суретші бұл жерде қарды ақ түспен салған. Балалар, сіздер ақ қағазда ақ түспен қар сала аласыздар ма? Келесі теңізді пейзаж. Кез келген ауа райында, дауылда да, тынықта да теңіз өте керемет. Суретшілердің жұмыстарында адамдардың теңізге, толқындарға, теңіз стихиясына деген құштарлығы көрініс табады. Арман деп аталатын мына шығарма Кармене Барбораның шығармасы күн батқандағы теңіз жағалауын көреміз. Теңізді көбінесе балалар қандай түспен сызасыздар, бояйсыздар? Келесі футуристикалық пейзаж. Онда фантастикалық элементтер болады, яғни қиял ғажайып. Оған дәлел сіздер көріп отырған картина. Келесі лирикалық пейзаж, немесе басқаша атауы көңіл күйдің пейзажы. Мұндай пейзаждар көрерменге шығарманы жазу барысындағы суретшінің табиғаттан алған әсерімен көңіл күйі беріледі. Ол өз кезегінде таңғы шықты, тұмандағы тыныш дала болуы мүмкін, немесе шарасыз күйге түсіретін күздің салқын кеші. Сіздер көріп отырған бұл картинада тұманды күздің таңы болса керек, я? Балалар, сіздер тұманды сала аласыздар ма? Өз кезегінде пейзаж табиғатты, таулы орманды және далалы пейзаж деген сияқты да бөлінеді. Жылдың 4 мезгілінің өзінің сұлулығы мен ерекшелігі бар. Ол жерде табиғат ананың әр мезгілдегі құбылып құлпарғанын байқаймыз.
Ал күн нұрының шашылуының жыл мезгілі ауысқан сайын жеке өзі бір көрініс. Мысалға, музей қорынан Юрий Семенович Евсеевтің бір тұрғылықты мекенді жылдың 4 мезгілінде бейнелейді. Балалар, жылдың 4 мезгілін білеміз ғой, Ол жерде суретші ағаштар мен күннің райын бояулары арқылы шебер жеткізе білген. Бұл тамаша 4 туындыға қарасаңыз, авторлық шеберлігін байқауға болады. Оның барқытты кескіндемесіндегі бояуды әр жағуы арқылы жапырақтың түстердің сан алуандығын көрсетумен қатар барлық картинаға жан бітіргендей. Балалар, сіздер үйде осы картинадағыдай қолдарыңызда бар бояумен, гуашьпен немесе акварельмен, су бояумен осындай жапырақтарды бейнелеп көріңіздерші, жарай ма? Және де күзгі табиғат пейзажын салуға сіздерге ұсыныс жасаймын. Пейзаж бейнелеу өнерінің әртүрлі техникаларында салына береді. Мысалы, сулы бояумен салынған пейзаж лирикаға толы болса, майлы бояумен салынған пейзаждардың түсі қанық болып келеді, ал қарындашпен салынса, ритмді болып келеді. Ары қарай пейзаж жанрын дамыту суретшінің шеберлігіне байланысты. Жылдар өткен сайын оның шеберлігі шыңдалып, жұмыстары да сан алуан құбыла түсетін болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.